Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, саламатсыз ба? Қазір барлық мамандардың жиналғанын күте тұрайық, иә? Жақсы жарайды. Қарлығаш ханым, сіз РПП маманысыз ба? РПП бөлім басшысымын, Алматы облысы. Менің есімім Дария, танысқаныма қуаныштымын. Взаимно. Рахмет. Следуйте правду ночи, сізге сұрақ. Иә, айта беріңіз. Все, нормальненько. Офис снимать.
Карлығаш ханым, бастай берейік па, жоқ, әлі де күте тұрайық па, қосылатын колледждер бар ма? Бастай берейік. Жақсы, онда. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің есімім Дария. Career Hub KZ компаниясының проект менеджер қызметін атқарамын. Бүгін сіздерге Career Hub платформасы туралы таныстыру кездесу өтетін болады. Career Hub KZ платформасы бұл жаңағы дуалды оқыту практика жүйесін автоматтандыруға арналған жүйе. Біз НПП Атамекенмен бірлесіп, Атамекеннің ұсынған методикасының негізінде жасалған платформа және де жаңағы оқу білім министрлігінің ұсынған 2016 жылғы жаңағы бұйрығына сәйкес, соған сәйкес және ережелеріне сәйкес жасалған платформа негізі бұл Career Hub KZ деп аталады. Бүгін сіздерге бұл платформамен қалай жұмыс істеуге болады және дуалды оқыту бойынша, практика бойынша жұмыстарыңызды қалай автоматтандыруға мүмкіндік ашылатындығы туралы сіздерге демонстрация ретінде көрсетіп таныстыратын боламыз. Егер қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, жаңағы немесе көрінбей, естілмей қалып жатқан моменттер болып жатса, микрофондарыңызды қосып, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Және төменгі жақта чат бар, және сол жерде де өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Бүгін бізде Алматы облысы бойынша РПП бойынша маман, яғни РПП-ның басшысы және де Алматы қаласы бойынша колледждер қосылып отыр. Рұқсат болса, онда мен сөз кезегін өзімнің әріптесім Аяулымға берейін, ол платформа бойынша түсіндіруді, көрсетуді бастайтын болады. Рахмет, сәлеметсіздер ме барлықтарыңызға. Экранды қосайын. Негізі қазіргі уақытта Career Hub платформасы бойынша кірудің 3 терезесі бар. Бұл оқу орны, компания және де студент арқылы. Сонымен қатар қазіргі уақытта дуалды оқыту бойынша НПП және де РПП өздерінің парақшалары арқылы кіріп, барлық дуалды оқыту бойынша мәліметтерді көре алады. Ендігі мен қазіргі уақытта Career Hub платформасына кірдім. Колледждер бойынша сіздерге аккаунттарды біз өзіміз дайындап береміз. Бұл кездесу аяқталғаннан кейін бізде чатымыз бар. Сол чатқа қосылып, тізімдеріңізді жинап, ары қарай сіздерге біз доступ беретін боламыз. Ең бірінші, қазір мен колледждің атынан кіріп отырмын, яғни платформамен таныстырып өтсем. Басты бетте сіздердің колледждеріңіз жайлы қысқаша мәліметтері тұрады. Яғни қазір уақытта сіздердің колледждеріңізде қанша практика, қанша дуалды оқыту жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар студенттеріңіз жайлы мәліметтер және де қосымша сіздер мысалға өздеріңіздің мақалаларыңыз болса, солардың барлығын осы платформаға салсаңыздар болады. Келесіде білім беру ұйымдары. Сіздер бұл разделге платформадағы жоғарғы оқу орны, сонымен қатар колледждер жайлы мәліметтерді көре аласыздар. Ары қарай дуалды оқыту разделіне өтсем, сіздерге мысалға колледж бойынша дуалды оқыту ашу үшін сіздер дуалды оқыту разделіне өтесіздер. Ары қарай құру батырмасын басасыздар. Мінекей. Бастым. Бұл жерге дуалды оқытудың атауын жазасыздар. Келесіде регионын таңдайсыздар. Мінекей.
түрін, сонымен қатар факультет және де кафедраны көрсетесіздер. Және де бұл жерде бірден мысалы дуалды оқытудың басталу және де аяқталу уақытын да көрсетіп қойсаңыздар болады. Ары қарай мамандықтар бойынша бұл жерде өзіндік фильтрі бар. Яғни осы жерден сіздерге керекті мамандықтарды қосып қойсаңыздар болады. Бұл мамандықтардың барлығын біз НПП мен бірге жасаған болатынбыз. Яғни заңға сәйкес барлық жаңағы мамандықтар тізімі қосылған. Ары қарай сіздер компанияларыңыз жайлы, мысалға бұл платформада сіздердің компанияларыңыз бар болатын болса, онда осы жерден сіздер іздеп тапсаңыздар болады. Мен мысалға қазір бұл жерге E-Data деп жаздым. Маған міне бірден бұл компания шығып тұр. Егер де мысалы сіздердің компанияларыңыз бұл платформада жоқ болатын болса, онда бізге хабарлассаңыздар болады. Біз ары қарай бұл компанияға аккаунттарын ашып, барлық доступын беретін боламыз. Осылайша қазір кезде мысалы сіздер дуалды оқыту бойынша барлық мәліметін толтырдыңыздар және де сақтап жариялайсыздар. Ары қарай сіздердің дуалды оқытуларыңыз платформадағы барлық жаңа компанияларға көрініп тұратын болады. Мысалы қазір ашайын, біз тест түрінде бір дуалды оқытуды ашқан болатынбыз. На другую сторону закрыть. На тебя вам она. Сенің аккаунтыңнан. Жалғастыра берейін, е? Дауысың ғана елден қоссаңшы. Мен даусым естіліп тұр ғой, Саламатсыз ба, дауысыңыз естіліп тұр. Кейбір жерде помехалар болып тұр. Нені өшіресіздер ме микрофондарыңызды? Спикерден басқа. Дамир бата қол көтерген екен. Сіздің сұрағыңыз бар ма? Жоқ, тексеріп көргенмін. Жақсы. Онда жалғастыра берейін. Мінеке, дуалды оқыту разделіне өттік. Бұл жерде сіздерге қысқаша статистика берілген, яғни бұл дуалды оқыту бойынша қанша жұмыс берушілердің өтініштері бар, кандидаттар және де жаңағы договор бойынша мәлімет. Асты жағына өтсек, бұл жерде жұмыс берушілер разделінде сіздердің мысалы дуалды оқытуларыңызды көріп, компаниялар өздерінің заявкаларын жібере алады. Ол заявкаларын көру үшін мінекей бұл жерде статус мәртебеге басамыз. Ашсақ, бұл жерде компания мысалға өзінің заявкасын толтырған, яғни қандай мерзімге қанша студент алады, сонымен қатар ол студенттер сол компанияда қандай жұмыс атқара алатындығы жайлы барлық мәліметтерін жазып сіздерге заявканы жібереді. Сіздер олардың заявкаларымен танысып, заявкаларын қабылдай аласыздар, немесе қабылдамауға да болады, келмейтін болса. Қазіргі уақытта мен мысалға Career Hub компаниясының заявкасын қабылдадым. Сонымен қатар, сіздер мысалы қосымша компания жайлы мәліметті көргілеріңіз қажет болса, онда мына оң жақтарыңызда көру батырмасы тұр. Неге? Осы батырманы басқан кезде сіздерге компания толық мәліметі шығып тұрады. Енді артқа дуалды оқытуға оралсақ, ары қарай сіздер мысалға жұмыс берушілермен келіп, олардың заявкаларын барлығын қабылдар. Ендігі сіздердің дуалды оқытуларыңыз сіздердің барлық студенттеріңізге көрініп тұратын болады. Ары қарай студенттер дуалды оқытуды ашып, өздерінің жаңағы заявкаларын жіберетін болады. Ол заявкаларын компаниялар шешім қабылдайды. Мысалы, сіздердің студенттеріңізді көреді, заявка жіберген, резюмесін ашып көреді. Егер бұл студент мысалы келетін болса, онда жаңағы өздеріне шақырып отырады. Солар бойынша барлық мәліметтерді сіздер де көре аласыздар. Бұл жерде кандидаттар деп тұр. Яғни бұл жерде қарасақ, Айолым деген студент заявкасын жіберген, оның заявкасын қабылдады. Және де мысалға студент жайлы мәліметті көру үшін бұл жердегі көру батырмасын ашасыздар. Неге? Бұл жерде бірден студенттің резюмесі ашылып тұрады. Яғни студент жайлы барлық мәліметтері
Сонымен қатар біздің платформада резюмелер бойынша жаңа өзіндік статистикасы бар. Мысалға, бұл жерде IOM деген студенттің резюмесі 93%-ға толтырып тұрғанын көре аласыздар. Сонымен қатар өздеріңізге мысалы керек жағдайда бұл резюмені жүктеп алсаңыздар да болады. Скачать PDF деп тұр. Артқа өтейік. Ендігі мысалға жұмыс берушімен барлығын келістіңіздер, студенттеріңізді қабылдады. Ендігі жаңағы договорлар бойынша жұмысты бастау қажет болады. Договор және де барлық құжаттардың барлығын сіздер Career Hub арқылы жүктеп отырасыздар. Яғни ең бірінші міне келісім шарт деп тұр. Асты жақта келісім шарттың номерін жазасыздар. Және де келісім шартты осы жерге жүктеп қойсаңыздар болады. Сонымен қатар бізде өзіміздің платформамыз шаблон берген болатынбыз, шаблон договора. Бұл шаблонды қарап көрсеңіздер болады. Егер бұл шаблон сіздерге келетін болса, онда осы шаблон арқылы ары қарай толтырып жұмыс жасауға болады. Егер мысалға сіздерде жоқ бұл шаблон келмейді, өзімізде басқандай договор түрі бар болатын болса, онда бұл шаблонды қолданбай өздеріңіздің договорларыңызды осы жерге жүктеп қойсаңыздар болады. Мысалға мен бұл жерге договорды жүктеп қойдым. Шарт нөмірі, мысалы 090925 деп аштым. Және де мысалға договорды мен жүктеп қарай аламын. Ары қарай асты жаққа өтсек, құжаттар деп тұр. Бұл жерге мысалы дуалды оқыту бойынша сіздер мысалы договордан басқа учебный план, график обучения және де программа обучениені қосу қажет болады. Олардың барлығын осы жерден қосасыздар. Яғни мысалға графигін таңдадыңыздар, бұл жерге файлды жүктеп қоясыздар. Бұл жерде мысалға барлық жүктелген файлдар бойынша мәліметтері шығып тұр. Мысалы программа обучения қазір қосып қойыпты, және де құжатты да ашып көре аласыздар. Ендігі келесіде сіздер мысалы колледж атынан құжаттарды енгіздіңіздер, договорды салдыңыздар. Договорға қол қою үшін сіздер платформаның ішінде ECP арқылы қол қоя аласыздар. Мысалға бұл жерде қарап отырсақ, оқу ұйымның атынан қол қойылған, және де бұл жерде QR код шығып тұр. QR кодты сканерлеген кезде сіздерге бұл жаңағы договорға кім қол қойды, сол бойынша мәліметтері көрсетіліп тұрады. Ары қарай бұл договорларыңыз жаңа компанияға барады, және де студентке барады. Оларды өздерінің тарапынан қолдарын қойып, қолдарын қойғаннан кейін бірден осылайша QR коды шығып тұратын болады. Бұл договор бойынша қазір қарасақ, үш жақты қол қойып қойған. Ары қарай, мысалға договорға барлығы қол қойғаннан кейін бұл договорды атамекен қарап отырады. Яғни мысалы региональды атамекен немесе жаңаға барлық облыстар бойынша НПП қарап отырады. Және бұл договор бойынша өздерінің статусын және де жаңағы шарттық номерін береді. Бұл жерде статусын қарасақ, атамекен растады және де өз тарапынан өзінің жаңағы шарт номерін қойды. Ендігі договор бойынша барлық жұмыстарды атқардық, атамекен растады. Ендігі студент дуалды оқытуға барып, жаңағы дуалды оқытулар оқи береді. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы күнделік болады. Күнделікті де студент мысалғы платформаға компьютер арқылы кіріп, немесе телефон арқылы кіріп, күнделіктерін толтырып отырады. Мысалға мен қазір студенттің атынан кірейін. Студенттің атынан кірдім. Мінеке, резюмеде ашылып тұр. Дуалды оқыту. Студенттің атынан кірдім. Мінеке, мысалға дуалды оқытуымды аштым. Ары қарай қарап отырсақ, договор шығып тұр студентке.
қол қойғандығы жайлы мәліметі шығып тұр. Мінекей. Және де студент те осы жаңағы раздел арқылы қол қояды. Асты жағына өтсек, күнделік деп тұр. Бұл жерде күнделікте студент күнін таңдап, және де сол күні мысалы қандай жұмыс атқарғандығы жайлы барлық мәліметтерді осы жерге толтырып отырады. Ары қарай сақтау, және де бұл жерде қарап отырсақ, дуалды оқыту бойынша 4 күнін толтырып қойған. Бұл күнделікті студент өз тарапынан, сонымен қатар жоғарғы оқу орны және де компания күнделіктерін көріп отыратын болады. Мінекей. Ары қарай, мысалы, күнделіктерін барлығын толтырып отырды. Енді дуалды оқыту аяқтаған кезде студент өз тарапынан компания жайлы пікірін қалдыра алады. Мінекей, бұл жерге толтырып қойған. Сонымен қатар, мысалы, студентке компания өзінің жаңағы бағасын беріп, студент жайлы мысалы өзінің пікірін қалдыра алады. Олардың пікірлерінің барлығын сіздер де және де студенттер де өз тарапынан қол жеткізіп қарай алады. Сонымен қатар, сіздер колледж арқылы мысалғы дуалды оқыту аяқталғаннан кейін өздеріңіздің бағаларыңызды берулеріңіз қажет болады. Ол үшін ең соңғы баған пікірді қарау батырмасын басамыз. Барлық пікірлерді көрдік. Асты жаққа өтсек, бағалауын қоясыздар, бағасын, және де өздеріңіздің пікірлеріңізді осы жерге жазып сақтап қоясыздар. Сақтау. Сіздерге қазіргі уақытта мен дуалды оқыту бойынша процесті көрсеттім. Яғни сіздер колледж ретінде қалай жұмыс жасайсыздар, солардың барлығын көрсеткен болатынмын. Сіздерде сұрақтарыңыз бар ма екен? Аяулым ханым, сәлеметсіз, менде сұрақ бар еді. Аха. Есімім Дамир болады, Бақытжан Санжар Жандосов атындағы колледжден. Бізге номеріңіз берсеңіз, одан кейін біз жаңағы порталға енгізетін ақпаратты жазып жіберсек рұқсат болса. Жақсы. Онда кездесудің аяғында бізде чат бар, соның QR-ын және де номерлерін барлығын береміз. Түсінікті, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Егер жоқ болса, мен жаңағы РПП, НПП бойынша жұмыстарды көрсете берсем. Сұрақ қойсақ бола ма екен? Иә, болады. Біз мына жерде қосылып, үзіліп естіліп қалды, түсінбей қалдық. Бізде атамекенге реестрға тіркейміз ғой, дуалкаға кірген группалар үшін бірінші курстан бастап. Енді осы электронный платформаға енгіземіз бе, әлде анау процедура сақталына ма? Атамекеннің реестріне енгізіп, соның номер договорларын енгіземіз ба? Неден қарап алады. Саламатсыз ба? Я, қараңыздар, бұл біз атамекенмен бірлесіп жұмыс жасап отырмыз. Сондықтан ендігі барлық реестр договорлар бойынша жұмыстар біздің платформа арқылы жүргізілетін болады. Реестр осының ішінде тұр, получается. Иә, реестр осының ішінде тұр. Қазір сіздерге аяулым оны көрсететін болады. Excel-мен кіргізетін шығар, енгізетін шығар. Excel-мен де мүмкіндік бар, жүктеп алуға және жаңағы платформаның өзінде де бақылап отыруға мүмкіндік бар. Онда аяулым көрсетіп жүрсем, осы. Жақсы, мен онда атамекен тарапынан көрсете берейін. Мен қазір атамекен парақшасы арқылы кіріп отырмын, яғни НПП арқылы. Бұл жерде оларда жеке кабинетінде барлық дуалды оқыту бойынша статистикасы шығып тұрады. Мысалы, қазіргі уақытта бүкіл Қазақстан бойынша қанша жұмыс берушілердің өтініштері бар, қанша договорлар жасалды деген секілді қысқаша статистика шығып тұрады. Мен мысалы қазір НПП арқылы кіргендіктен маған бүкіл Қазақстан бойынша шығып тұр. Қазіргі уақытта сіздер мысалы региональды Алматы облысы бойынша РПП кіргеннен кейін сіздерге тек өздеріңіздің облыстарыңыз бойынша мәліметтері шығып тұратын болады. Ендігі ары қарай мына сол жақтағы бағандарға өтсек, дуалды оқыту деп тұр.
дуалды оқытуға кірген кезде сіздер барлық жаңағы қазіргі жүріп жатқан дуалды оқыту жаңағы жұмыстарын көре аласыздар. Мінекей мысалға бұл тестовыйды аштық. Мінекей осы бағанға кірсеңіздер барлық статустарын көре аласыздар. Келесіде келісім шарттар тізіміне өтсек, бұл жерде қазіргі уақытта әр облыс бойынша бөлініп тұр. Сіздерге мысалы Алматы облысы бойынша, Алматы қаласын көрсетейін. Мысалға Алматы қаласы бойынша 2 дуалды оқыту қазір жүргізіліп жатыр. Сіздерге қысқаша мәліметтері шығып тұрады. Мысалы студент, қандай оқу орны және қандай компаниямен жүргізіліп жатыр. Ары қарай сіздер мысалға бұл келісім шартты ашасыздар, көру. Келісім шартпен танысасыздар. Мінекей открыть договор десек, сіздерге договор бірден қолжетімді болып тұрады. Ары қарай сіздер өз тараптарыңыздан бұл жерге жаңағы договордың шарттық нөмірін және де статусын бересіздер. Кешіріңіздер, бұны атамекен береді. Яғни барлық Қазақстан бойынша қарайтын НПП. Осы жерге сақтап қояды. Ары қарай артқа жүрсек, сіздер мысалғы РПП ретінде реестрді осы жерден жүктей аласыздар. Excelді жүктеу. Аялым рұқсат болса. Бұл жерде қараңыздар, қазір біз енді жалпы НПП атамекенді көрсетіп отырмыз. Ал сіздердің әр облыстарыңыз бойынша жеке РПП-ның өзінің парақшасы болады. Және сол жерде сіздердің құрған келісім шарттарының бәрі осы экранда көрсетілгендей көрсетіліп тұрады. Және сол сияқты көру батырмасы басқаннан кейін әрбір құжатқа өзіңіздің жаңа құжат номерін және статусын белгілеп отырасыздар. Сол белгілеген номерлеріңізді, статустарыңызды НПП атамекен толық платформаның ішінде қарап отыра алады. Және де реестрді жүктегеннен кейін бір-бірлеп или микрофондарын өшіріп тастаса, или бір-бірлеп сөйлесеңіздер. Қайта естілмей жатыр. Дауыстарыңыз кешірім сұраймын. Жақсы, онда жалғастыра берейін. Мысалға, мінекей атамекен бойынша біз кірдік. Және де олар РПП ретінде Excelді жүктей алады. Яғни реестр договоров жүктеп ашайын. Мінекей. Бұл жерге бірден, мысалға, барлық дуалды оқыту бойынша реттік номерлері, оқу орындары, компания және студент жайлы барлық мәліметтері бірден осы Excelге сақталып отыратын болады. Мінекей. Және де, мысалы, тағы да жаңадан дуалды оқытулары ашылып, договорлары жүргізіліп жатса, олардың барлығы бірден осы Excelдің ішіне автоматты түрде сақталып отырады. Мінекей, қазіргі уақытта сіздерге біз жаңағы реестр договоры бойынша көрсеттік. Сонымен қатар дуалды оқыту бойынша, мысалы, біз жаңа колледждің атынан дуалды оқытуды аштық. Сонымен қатар компанияда өз тарапынан дуалды оқытуға заявкасын жібере алады. Ол процесс бойынша сіздерге көрсетсем, мысалы, компания платформаға кіреді және де атамекенге өзінің заявкасын жібереді. Мысалы, біздің компанияға информационная безопасность мамандығы бойынша 2 студент қажет деп заявкасын жібереді. Ары қарай олардың заявкаларын сіздер жұмыс берушінің өтініштері арқылы көре аласыздар. Неке мысалға аштық. Мысалға, бұл жерде Қызылорда облысы бойынша ашсам, көру. Неге бұл жерде заявкасын көресіздер. Егер бұл компанияның заявкасын қабылдасаңыздар, қабылдау батырмасын ашып, заявкасын қабылдайсыздар. Неге? Ары қарай, қазір сізге мен бір ашылмаған көрсетейін.
мінекей. Ары қарай сіздер бұл заявкаға сәйкес дуалды оқытуды сіздер оқу орындарына жібере аласыздар. Ол үшін мінекей мына асты жағында учебная организация деп тұр. Бұл жерге мысалы бір оқу орнымен ашылып тұр екен, тағы да қосу бойынша көрсетейін. Добавить. Мысалы бұл жерге сіздер екі колледж таңдасаңыздар. Екі колледжді таңдадым. Қосу. Яғни ары қарай бұл компаниямен, мысалы қазіргі уақытта 3 колледжбен дуалды оқыту ашылайын деп жатыр. Мінекей. Мысалы сіздер оқу орындарын шақырдыңыздар. Ары қарай мына үсті жаққа өтсеңіздер, дуалды оқытуды құру деп жазылып тұр. Осы батырманы басасыздар. Мінекей. Міне бірден бір компаниямен 3 колледж ішінде дуалды оқыту ашылды. Біз мысалы 3 колледжбен аштық, бізге 3 дуалды оқыту шығып тұр. Міне мысалы қарап отырсаңыздар, тест регион деп тұр, 3 ашылды, және де әртүрлі колледждермен. Ары қарай сіздер мысалы подробнее батырмасын басып, бұл дуалды оқыту бойынша қандай процесс жүріп жатыр, солар бойынша барлық статустарын осы жерде көре аласыздар. Ары қарай мысалы біз бағана көрсеткендей жаңағы договор және күнделік пікірлердің барлығын осы жерде толтырып отырады. Мінекей сіздерге атамекен бойынша қысқаша көрсетіп өттік. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Саламатсыз, кешірім сұрайын. Көпсалалы колледж Қонов атындағы. Сізден сұрайын дегем, мына жерде жаңа сіз айттыңыз ғой, директор мысалы қол қойған кезде QR-мен ғана қол қоя ала ма, или ЭЦП ключпен де кіре беруге бола ма? Бұл жерде мінекей ЭЦП арқылы қол қою деп шығып тұрады бағаны. Соны басып, ары қарай ЭЦП арқылы қол қояды. Ал қол қойғаннан кейін сол жаңағы қолдың QR коды шығады. Жақын арада EGOV Mobile да қосылады, яғни EGOV арқылы сіздер қол қойсаңыздар болады. Бізде енді сұрақ қойсам бола ма екен? Бізде мына платформада жұмыс істеу үшін біз кәсіпорындармен өзіміз жұмыс істемесек, олар өз бетімен кірмейді. Соған мысалы біздің өндірістік оқыту шеберлері кәсіпорындарды аралап кетеді ғой. Мына платформаға бар ғой. Бір кіріп сохранить етілгеннен кейін біздің данныйлар. Бірнеше компьютерден мастерлер, өндірістік оқыту шеберлері пайдалана ала ма? Кәсіпорынға барып, кәсіпорынға басшысына көмектесіп, жаңа олардың атына кіріп, көмегін жасағанға. Кіре ала ма көптеген неден, ноутбукты? Кіре алады әрине. Яғни колледждің атынан мысалы 2-3 мамандар кіріп, дуалды оқытуларын жүргізе алады. Қараңыздар, платформаға қосылған кезде сіздер микрофонды өшіріңіз бе? Жақсы. Платформаға қосылған. Әрине тыңдап тұрмын. Қоя беріңіз. Сұрағыңыз қоя берсеңіз болады. KZ, HH деген жұмысқа орналастыру бағдарламаларымен жұмыс жасайсыздар ма болашақта? Жақсы сұрақ. Жалпы біздің, мына жерде қарап отырсаңыздар, вакансиялар бөлімі деген жұмыс бар. Біз жалпы қазірдің өзінде де ол бағытта жұмыс жасаймыз. Яғни сіздің жаңағы оқу орны ретінде өзіңіздің вакансияңыз болса, салсаңыз болады. Не болмаса, осы біздің платформада тіркелген компаниялардың да вакансиясын көріп, болашақта студенттеріңіз немесе жаңа өзіңіз жұмыс іздеуші ретінде бұл платформаны жұмыс іздеуге қолдана аласыздар. Енді бір сұрақ қой, былтыр еңбек кезетте бар ғой, вакансияны көрсеткен кәсіпорындар жоқ.
практикада трудоустройствоға келіп тақап қойған. Соған мониторинг жасаған адамдар бар ма осы? Компания дейміз, біздің ауыл жерде компания тұрмақ. Сенкеде шаруа қожалыққа. Олар вакансия қажет етпейді жаңағы. Жұмыс орнымыз бар деп заявление бермейді. Осыны бар ғой, мониторинг етіп бар ғой, олар кірмесе біз қайтып жасаймыз, еңбек кезет ол. Ерте әлі. Мына реестрге жарайды енгізу, жүргізуге болатын шығар, әлі де оның бір проблемалар болуы мүмкін, біз әлі ашып көргеніміз жоқ. Еңбек кезетпен болмайды ол, жүрмейді, былтыр жүргізе алмай қойды. Өйткені жұмысшы іздеп отырған бірде-бір нені көрмейсіз, кәсіпорынды көрмейсіз. Кәсіпорын деген құраты ғой оның, шаруа қожалығы. Шаруа қожалығының бірде-біреуі кірмейді. ИП-ларымыз да сондай, қажет етпейді. Сонда осы мониторинг жасалмай қалай біз жұмысқа кіргізу дегенде еңбек кезетке апарып кіргізуге болады ма? Ол мүмкін емес нәрсе. Ол обсуждать етіліп, кәдімгідей бар ғой, ретке келтіретін жұмыс ол. Иә, дұрыс айтасыз, бұл енді жақсы сұрақ. Әрине көптеген бізде кішігірім ИП компаниялар, жаңа сіз айтып отқан шаруа қожалықтар бар, иә, яғни қазіргі таңда жұмысын автоматтандыру не болмаса қосымша осындай платформаларды қолдану бойынша жұмыс атқармай жатқан көп кәсіпорындар бар, иә, ол сөздің шыны керек, иә, қазіргі таңда ондай жұмыстар, бірақ енді ол менің ойымша болашақтың еншісінде әрине біз жұмыс істеуге дайынбыз, егер сондай жаңағы егер компаниялар тізімін бізге беретін болсаңыздар, осындай шаруа қожалықтары бар, осындай компаниялар бар, біздің платформаға қосып, олардың вакансияларын салыңыздар, олармен сөйлесіңіздер десеңіздер, яғни біз тараптан оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу, біздің платформаны жұмыс істеуге шақыру бойынша жұмыстарды атқаруға дайынбыз. Пармен жұмыс істейді, сұрақ қой көреді оларға. Жоқ, тұрғыз сен. Дәкен. Кешіріңіздер, микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Бір компания сразу 25 балын бір ағалар. Компания жоқ, 5 жерге бара саласың. Иә, енді сұрақтарыңызға жауап бере алдым деп ойлаймын. Жаңа тағы да тіркелу бойынша сұрақтар болған болатын. Яғни бұл платформаға сіздер дуалды оқытуға жауапты және ЭЦП арқылы қол қоятын мамандарыңыздың жаңағы данныйларын бересіздер, сіздерге дайын шаблон береміз. Сол шаблон негізінде сіздер бізге ақпаратты жіберсеңіздер, біз тіркеп береміз сол мамандарыңызды. Қосымша бүгінгі кездесу бізде таныстыру, яғни платформаның жалпы қандай қызмет атқаратын, сіздерге қандай жаңа автоматизациялық жұмыстарын жүргізуге көмек беретіндігі туралы таныстырып көрсету болатын. Одан кейінгі міндетті түрде бұл платформамен жаңағы жұмыс жасау бойынша оқыту жұмыстары да жүргізілетін болады. Біздің жасалатын видео сабақтарымыз да болады, яғни сол видеоларымызды қарап отырып сіздерде бұл платформада жұмыс атқара алатын боласыздар. Және де қазір экранда сіздерге біздің осы платформаны үйрену бойынша чаттарымыз бар. Соған QR-код арқылы өтіп тіркеліп алсаңыздар болады. Не болмаса төменде біздің байланыс номерларымыз көрсетілген. Осы байланыс номерларына да хабарласып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қосымша сұрақтарыңыз бар болса. Экрандағы біздің байланыс номерларды жазып алуларыңызды сұраймыз. Сонымен қатар ары қарай біз әрбір колледждің аккаунттарын өзіміз ашып беретін боламыз. Сол бойынша бізде шаблон бар. Сіздердің облыстарыңыз бойынша мүмкін бір адамға жіберіп, сол адам барлық мәліметтерін жинап толтырып берсе, қалай болады екен? Солай ыңғайлы секілді, иә? Алматы облысы бойынша шаблонды маған берсеңіздер болады. Мен колледждардан жинап сіздерге рецептеріміз. Все, жақсы, рахмет. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Немесе ары қарай мысалға жұмыс барысында сұрақтарыңыз туындаса, біздің чаттарға жазсаңыздар болады, немесе біздің байланыс номерлер арқылы хабарласып, немесе жазсаңыздар да болады.
Зачем? Ну, 95 было в прошлом году, но 95 бар, қазір июля, то выпуск, который был написан. Почему у нас? Сұрағым бар еді. Бүгінгі болған оқыту бойынша электронный инструкцияны бізге берсеңіздер ма? Инструкция для колледжей, для студентов, для предприятий бөлек-бөлек. Себебі бүгінгі оқытуға колледждардың кейбіреулері қатыса алмай қалса, біз общий чатқа жібергенде. Иә, әрине. Бүгін сіздерге біз бүгінгі кездесудің записін жібереміз, содан кейін барлық инструкциялары дайын болып қалды, дайын болғаннан кейін де сізге жіберіп қоямыз. Жақсы, рахмет. Егер енді онда қосымша сұрақтарыңыз болмаса, біздің номерларын сақтап алсаңыздар, кездесуді аяқтауға рұқсат па? Ну, и теперь это. Ну, могли бы сделать так. Вот кто не умеет сделать. Более. Это наш метод. Онда аяқтай берсек болады ғой деймін, иә? Иә, Арайлым, рахмет сіздерге ауқымды ақпарат бердіңіздер. Сұрақтар болған жағдайда біз чатқа жібердік информацияны, қай жерге хабарласуға болады, және де сіз қазір видеоны жібересіз. Сұрақтар болса, әрине тығыз жұмыс жасаймыз. Рахмет барлықтарыңызға. Көптен көп рахмет, күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.